Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге бүгін Нурикмен Майнкрафттағы прикольный заттарды айтатын боламын. Кеттік. Ең бірінші прикольный зат, мен үйімнен ары қарай кетейінші, әйтпесе мен бірдеңе бүлдіріп аламын. Ең бірінші прикольный зат ол қазір сол заттарды абалайын ведроға қатысты. Ең бірінші әрине ведроны аламыз, шелекті аламыз, суды аламыз. Лаваны шелекте қара, лава. Білмейтіндер осы лава деп аталады, иә? Осы лава. Енді бұған суды құйғанда обсидиан или лава тас болады, иә? Енді көреміз қазір. Ал суға лаваны құйғанда обсидиан болады, иә? Ал енді неғып суға лаваны ведроны лақтырсақ, неге обсидиан ойнамайды? Біртүрлі. Бопты, енді лаваға суды құйса обсидиан айналады, иә? Или тас айналады. Ал енді неге ведро суды лаваға лақтырсақ өртеніп кетеді? Біртүрлі. Бопты. Ол мейлі ғой? Лава, мына қара. Мұнамен лаваны құя аламын, иә? Құя аламын. Ал енді осы ведроны лаваға лақтырсаң өртеніп кетеді. Бұлай наны ұстап тұр ғой, өртенбей, ерімей. Прикольный зат, иә? Прикольный болса лайк бас. Или прикольный болмаса да лайк бас. Дайте мына жер жауып. Так. Тоқтаңыз. Айтпақшы, тағы бір зат бар да. Миға сыймайтындар, бірақ Майнкрафтта ол істеледі. Қараңдар, мысалға төбеден кеп атсыңдар да, сатыға бүйтіп жабысып қалыңдар. Өлмейсіңдер, иә? Жабысып қалып. Мысалға, бірақ өмірде төбеден түсіп кетіп атасыңдар да, сатыдан ұстап қаламын деп қолың үзіліп қалады. Бір қарасаң жерде я қолың жоқ, я өзің жоқ болып жатасың ғой. Айтпақшы, астына су құйып қаласың, иә? Су құйып қаласың, міне. Ведроны алайық. Ведроны аламыз. Құйдық, иә? Енді неге үстіп құйған кезде біз төбеден 1-ақ метрлік суға түссек, жерге жапсып қаламыз ғой? Қалай олсында? Бұлай Майнкрафтта ол болады ғой, бірақ бұлай өмірде ондай болмайды ғой. Бопты, терең су болса тірі қаласың. Ал осындай бір-ақ блоктан осындай биіктен секірсең де өлмейсің. Ал өмірде осындай 1 метрлік тереңдіктегі, әшейін 1 метрлік тереңдіктегіден естіп секірсең бар емес пе? Ойбай, өліп қаласың ғой. Қараңды, өлмейсің. Аяғың анаған суды кесіп, анаған астындағы 1 метрлікке түсіп, аяғың сынады ғой. Өмірде. Бейт сол бір түрліше. Айтпақшы, сендерге бір лайфхак айтайын ба? Атта бар емес па, менше кеп атамда төбеден түсіп кетем ғой. Астында лава. 3-4 блок ба тереңді. Түсем ғой анаған. Өлмейм ғой, лаваға түсіп резко қыпымды алып тұрған кезде сыртқа шығамын да,
тірі қаламын ғой мен ана жерден биік әйтпесе 100 блоктан биік жерден түскенмін ғой. Еще хпым садаққа бетше өліме. Тағы не бар еді? Қандай приколный заттар бар? Менде приколный заттар қалмады негізі. Приколный зат таптым. На қойдың құлағы екен. Қара. Құлағын көрсетейін ба? Көре аласыңдар ма құлағын? Тоқтай ау. Бұрышта тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Бұрышта көрдіңіздер ғой. Кішкентай. Bir piksel болып тұр ғой. Сиырлардың құлағы екен. Сиырлардың құлағы бар екен. Сиырлардың құлағы шығып тұрмайтын ба? Иде жабысып тұра ма? Мен ауылда жүріп сиырдың құлағын ұмытқам. Мынаған қарап. Тоқта. Аузың ән? Чорт. Қалай мөңіреп атсың? Аузың жоқ қой, брат. Брат, аузың жоқ қой? Құйрығың жоқ. Майнкрафт жасаған адамға сәл миы көрсету керек қой. Сенің аузың кән? Сенің аузың бар, Сен аузың бар. Бірақ құйрығың кән? Құйрық болмайды екен. Құйрық шығарып қойса болады. Домалақ қылды. Видеоны ұзарту үшін әшейін прикол айтып отырмын. Мен не айтайын білмейді отырмын. Не айтсам болады, не прикол айтсам болады, не прикол. Қандай приколный заттар бар. Айтпақшы, осындай төбеден бар емес па? Диван ше кеш болып қалғанда секіресіңдер ғой ше. Өмірде диванда күндіз осы диванмен секіріп астыңа қойып қалсаң ше, сәл қыпың алынады ғой. Ал кеш болып қалғанда түс көрсеңдер шыта, кеш болып қалғанда түссеңдер бар емес па? Секіресіңдер. Басып тұрасың, ұйықтап қалады, ешқандай қып алынбай қалады. Күндіз болып кетеді. Деген алады. Осы бір лайтфак шын ба? Анды лайтфак деп ғой, миф. Бұрында Эндер дракон жұмақ болыпты ғой, Сол рас па? Или өтірік па адамдардың ойлап тапқан? Мына үйімді бағалап кеттіңдер ме? Айтпақшы алдыңғы видеода. Әдемі ма? Ой, кешір. Мен бір затты аламын деп сені ұрып жүрмін. Қайсыны аламыз? Не сонда басым мен аяғындағы жүнді алмаймыз ба не? Біз өмірде. Негізше, мынада жіп түсу керек қой. Жіпті бүйтіп жұңғылып, түйіп, сондай әрекетпен жасайды ғой. Мынандай жүнді ше. Нормально. Аяғындағы жүнді алмай ма сонда адам деген? Қазір біз сонда өмірде қойдың жүнін қырқып атырық та, аяғын қалдырып кетеміз ба? Қумашы, аяғын алдырып кетеміз ғой. Мойнын да алмағамыз ғой тіпті. Йо-майо, миым жетпей жатыр. Айтпақшы, мұнан баласын көрдіңдер ма? Алдыңғы бір видеомда көрсеттім ғой, ең бірінші видеомда. Көрсеңдер болады, йо-майо, күшті қазір көрсетем. Жоқ, сол видеоға барып көріңдер. Тоқта, астында қызыл не болмайды. Әтеште болмайтын бет. Сонда сен әтешсің ба? Тоқта, қазір көрейік.
Ateş болсаң, сен бала тумауың керек. Иә? Ateş болсаң, сен бала тумауың керек. Қара. Мынау тауық дейік. Анау ateş дейік. Мен жем алайын. Енді жем алдым. И саған да бердім. И бөпе туды. И осыны дәу етеміз да. Дәу етеміз. И осымен папасын ше. Сонда папасымен үйлене бермейді жүр. Қара енді. Бүкіл білмеймін. Я қыз, я бала. Сонда бала мен бала үйлене бере ма? Или қыз бен қыз үйлене бере ма? Бұны түсінбеймін. Қаққа кетіп жатсың бір етші. Сендердің бүкілін жеп қойғасыңдар ғой. Короче, кетіңдер мен. Мына жерде тауық фермасы болдым ғой. Прикольный, да? Қара, өткен мынау бала болса, анау қыз болса, одан қыз туылып, қыз бен ары қарай айтпайын болды. Түсініксіз. Қыз бен қыз бала туады сонда. Бір-бірімен сүйісіп. Бұтылы прикольный. Бопты, давай сау. Мен видео аяқтайтын жерге барайын. Ой. Мына жерді біз жөндеп жібереміз. Әрине мыналарды тастаймыз. Осы жерден кіріп кетеміз. Мына жерде тұрамыз да. Сау болыңдар, дос.